Алтын құс пен сұр қасқыр. Бұрынғы заманда бір патша болыпты. Патшаның үш ұлы һәм бір жүдә үлкен бақшасы бар екен. Ондай бақша ол заманда дүние жүзінде еш патшалықта болмаған. Егер бұл бақшаға қайғылы ма, ауру ма кісі кірсе, қайғылы кісінің қайғысы кетіп, ауру кісі ауруынан саламат болып шығатын еді. Бұл бақшада неше түрлі жемістер бар еді. Патша бақшасындағы осы жеміс ағаштарының ішінен биік өскен бір алма ағашын жан тәнімен жүдә жақсы көреді екен. Ол ағашта өскен бір алманың біреуі алтынға, біреуі күміске, яғни әр түсті түске айналып тұрады екен. Бір замандарда бұл бақшаны бір алтын құс иеленіп алыпты. Алтын құстың әрбір жүні алтын секілді жалт-жұлт етіп тұрған һәм көзі гауһар секілді ойнап тұрған. Бұл құс әр күні түнімен бұл патшаның бақшасына ұшып келіп қонады екен. Әлгі патшаның сүйікті алма ағашының бір алмасын шұқып, басқасын теуіп түсіріп кетеді екен. Күндерде бір күні патша бақшасын аралап алма ағашынан алмасын қараса, алтын секілді жақсы алмасы жүдә аз қалыпты екен. Патша бұл істі көріп, қапа болған, қайғыра бастаған. Бір күні патша өзінің үш ұлын шақырып айтқан: «Әй, әзиз ұлдарым, қайсыңыздың қолыңнан келеді бақшаға келіп жүретін алтын құсты маған тірілей ұстап беруге? Қайсыңыз ұстасаңыз, өз өмірімде жарты патшалығымды беремін һәм өлген уақытымда барлық патшалығымды өсиет етіп қалдырамын» дейді. Осы сөзді патшадан ұлдары естіп, «Қайғырмаңыз, не қылсақ та ұстармыз» дейді. Бұлар кезек-кезекпен бақшаға қарауылға тұра бастайды. Әуелі үлкен ұлы бақшаға барып, түнде қарауылға тұрады. Түннің бір уағына дейін алма ағаш түбінде отырады да, шаршап, патша ұлы ұйықтап кетеді. Сол арада алтын құс келіп, алмаларын қиып, бір алмасын алып кетеді. Патша ұлы оянып қараса, алмалары қиылған, бір алмасы жоқ. Ертеңгісін патша тұрған үлкен ұлын шақыртқан һәм сұраған: «Ей сүйікті ұлым, алтын құсты көрдің бе?» деп. Ұлы жауап берген, мансап қылып айтқан: «Ей ғазиз ата, көрмедім» деген. Екінші күні қарауылға екінші ұл кеткен. Әлгі алма ағашы түбіне барып отырған. Біраздан соң ол да ұйықтаған. Сол арада құс келіп, алманы қиып, бір алмасын алып кеткен. Ертеңгісі патша ұлын шақыртқан. Үлкен ұлы секілді жауап берген. Үшінші ұлына кезек келіп, үшінші ұлы бақшаға барып, алма ағаш түбінде еш ұйықтамаған. Біраздан соң бақшаға от секілді жалт-жалт етіп құс келіп, айналаны күндіздей жарық қылып, алма ағашына келіп қонғанда алмаларды қия бастаған. Патшаның ұлы айла қылып құйрығынан ұстаған, бірақ дұрыстап ұстай алмай қалған. Алтын құс олай-бұлай етіп ұшып кеткен. Патша оның қолында жалғыз ғана бір қауырсын қалған. Патша тұрған, ұлын шақыртқан. Ұлы әлгі қауырсынды алып атасына берген. Патша қайран қалып тіпті қуанған, өйткені ол қауырсын қараңғы түнді күндізге айналдырған. Патша осы қауырсынды өзі отыратын үйге қойған. Бұл оқиғадан соң алтын құс бақшаға тіпті келмеген. Көп уақыт өткен соң патша жанына ұлдарын шақырып айтқан: «Ей менің сүйікті ұлдарым, не де болса сол алтын құсты тірідей ұстап әкелгеніңізге бұрынғы айтқан өсиетімді орнына келтіремін» дейді. Сол арада үлкен ұл мен ортаншы ұлы інісіне жүдә ашуы келіп, не болса да бірге іздейміз деп кеңес етіп айтып отырады. Мұнан соң үлкен ұл мен ортаншы ұлы атасынан рұқсат сұрап һәм қабыл дұғасын алып, алтын құсты іздеп шығып кеткен. Ағалары шығып кеткен соң патшаның кіші ұлы атасына жалына бастайды: «Ай ата, мені де жібер іздеуге». Атасы айтқан: «Сүйікті ұлым, сен жас баласың, ұзақ жол жүріп көрмегенсің, межелі жерге әлгі ағаларың бармағанда болар» дейді. Күн сайын, сағат сайын кіші ұлы атасынан өтініп тілеген: «Не болса да батаңызды беріп рұқсат етіңізші» деп. Ақыры патша кіші ұлын жібермесе болмайтын болды. Атасы көп қайыр дұға қылып, кіші ұлы бір атқа мініп жолға шығып кетеді. Бара-бара өзі де қай жаққа барғанын білмеген, кетіп бара жатып ойлай бастаған: алыс па екен, жақын ба екен, биік па екен, аласа ма екен? Жүріп барып бір жерге жеткен. Ол бір жақсы сахара, жасыл шөпті, бұлақтары ағып тұрған. Ертеңіне тағы бір кеш жүрген. Алдынан тақыр шөл кездескен.
Біраз демін алған соң әлгі тақыр шөлден кеткен. Біраз барған соң бір биік ағашты көреді. Ағашқа жазылған жазу бар екен, жазуды оқыпты. Ағашқа жазылған сөздер: осы ағаш жанында 3 жол бар. Оңға, солға, тура. Тура жолмен кетсе, ол кісі аш-жалаңаш болады, саламат қалады. Оң жақтағы жолға түссең, аты болса аты өліп, өзі саламат қалады. Ағаштан сол жаққа кетсе, ол кісі өліп, аты қалар деп жазылыпты. Патшаның ұлының жүдә іші пысып, Құдайға тапсырып, ағаштан оң жаққа қараған жолға түсіп, жүріп кеткен. Патша ұлы ойлаған: атым өлсе, өзім қалсам, мал табылар деп, бір күн жүрген, 2 күн жүрген. 3-ші күн болғанда бұған бір жақтан бір сұр қасқыр жолығады. Бұл сұр қасқыр тілге келіп айтады: ей жас жігіт, сен әулиесің. Ағаштағы жазуды көргенсің. Онда жазылған: оң тарапқа кетсең, аттың басы жоғалады деп. Сол арада бұл баланың атын бір шетке алып барып жей бастаған. Патшаның баласы атынан айырылған соң, өзімен бірге туған туысқандарынан айырылған секілді шетке барып жылай бастаған. Біраздан соң жаяулап кетті. Бір күн, бір түн жүріп, бала мүлде шаршады. Біраз демін алуға отырады. Сол арада артынан сұр қасқыр шауып келіп, оны қуып жетіп, баладан сұрай бастайды: әй патшаның ұлы, сен не жұмыспен жүрсің, жұмысыңды айт маған дейді. Патша ұлы жұмысының бәрін сұр қасқырға айтады. Сұр қасқыр: менің үстіме мін дейді. Бала мінеді, қасқыр жүгіріп кетеді. Сонда шапшаң жүруі соншалық, шапшаң ат болса да қасқыр артынан жетерлік емес. Бара-бара күн кеш болады. Күн кеш болған соң, бұлар келіп бір тас жолға жетеді. Ол тас жол шамасыз биік екен. Сұр қасқыр айтты: уақыт жетті, түс менің үстімнен. Осы тас жолға өрмелеп шық. Осы жолдан түскесін бір бақша көресің. Сол бақшада бір алтын қапас ішінде болады алтын құс. Аларсың, бірақ қапасқа тиме. Егер қапасқа тисең, өлесің. Неге десең, сол сәтте қараушыларға хабар тиіп, ол бақшадан шығып кетуге болмайды. Сол сағатта сені ұстап алады дейді. Патша ұлы жол бойымен өрмелеп шығып бақшаға кіреді, һәм алтын құсты көрді. Қапастан алып шыға бастағанда патша ұлына ой түсті. Өз-өзіне айтты: алтын қапассыз құсты алып жүру қиын болар деп. Қайта барып, алтын қапасты шешіп алам деп, қапасты шеше бастағанда, бақшаның іші суға толып кетті. Қапасты байлаған жерде темір шарбақтың бір басы патшаның үйіне кірген екен. Ең басында үлкен қоңырау байланған екен. Осы қоңыраудың сылдырлаған дауысымен қарауылшылар бұл жігітті келіп ұстайды. Алтын құстың иесі сол жердің патшасы Алмат хан деген хан екен. Алмат патша жүдә ашушаң кісі екен. Бұл патша баласына бек қатты ашуланып: ұят емес пе саған осындай істеп жүруің? Өзің қандай адамсың? Қай патшаның еліненсің? Атың кім дейді. Жігіт қорқып кетіп: мен Хикмет деген патшаның ұлымын. Менің атым Фәрмүч дейді. Алмат жігіттен сұрайды: сен мұнда неге келдің дейді. Фәрмүч былай деп жауап береді: біздің патшамыздың бақшасын бір алтын құс иеленіп алған еді. Күн сайын түнде кеп бақшамыздағы алма ағашынан алма қиятын еді, һәм бір алма алып кететін еді. Соның үшін оны ұстап әкелуге мені атам жіберді дейді. Алмат патша айтты: ей жас жігіт, өзің патша ұлы бола тұрып, бұл іс саған керек емес дейді. Жігіт айтады: егер осы алтын құсты ұстап әкелсем, атам орныма патша етіп қоямын деген. Сол үшін менің келгенім дейді. Алмат айтты: сен ондай болса, жақсылықпен сұрасаң, бір ауыз сөз сөйлемей берер едім. Жақсы бола ма, сенің осы ісіңді бірнеше ағыламнама жаздырып, әрбір жерге таратсам. Тек сенің жастығыңды ескеріп, сені құтқарамын, һәм көп мал беремін. Маған сен бір қызмет көрсетсең. Ол қызмет бәлен деген 3-ші патша мемлекетінде бір алтын жалды ат бар. Ол мемлекет осы шаһардан 1000 шақырым жерде, бір биік үлкен теңіздің артында. Егер сен маған сол алтын жалды атты тауып әкелсең, мен саған бір сөз айтпай, осы алтын құсты жан тәніммен беремін. Егер ол қызметті қылмасаң, қара қатыңды бүкіл дүнияға таратамын дейді. Бұл жігіт Алмат патшаға атты тауып келмекші болып, бас иіп шығып кетеді. Қасқыр жанына келген жігіт сұр қасқырға басынан өткен істерінің бәрін сөйлеп береді. Қасқыр айтты: әй жігіт, менің айтқанымды неге тыңдамадың? Неге алдың алтын қапасы дейді. Патша ұлы қасқырға: сенің алдыңда айыптымын дейді. Қасқыр айтады: қайыр Құдайдың ісі шығар, енді сен менің үстіме мін, қайда барсаң да мен сені сонда алып барайын дейді. Патша ұлы қасқырдың желкесіне мінеді. Сұр қасқыр атқан оқ секілді шабады.
бір заманнан соң патша айтқан мемлекетке де түнде барып жетеді. Нақ түн ортасында Ақбастан істеген албардың қасына келеді. Қасқыр жігітке: бар, тез осы албарға кір. Қазір қарауылшылар ұйықтаған соң атты, яғни алтын жалды атты алып шық. Бірақ дуалда алтын жүген болар, оған тиме, егер тисең өлесің дейді. Патша ұлы албарға кіреді, атты алады. Сол арада жігіттің көзі дуалдағы алтын жүгенге түсті. Жігіт жүгенге жүдә қызықты. Алғысы келіп алғанда албар шу-шу ете қалып, қарауылшылар оянып, албарға кіріп, патша ұлын ұстап патшаның алдына кіргізді. Патша жігіттен сұрай бастайды: қай елденсің, қай елдің адамысың дейді. Патша ұлы қандай кісі ұлы екенін бәрін айтады. Патша жігітке: саған мұндай іс қылу жарай ма? Бір өзің бір патшаның ұлы екенсің. Қайыр бұл күнәңді кешемін, маған бір қызмет істесең. Қызмет: сол бір мемлекетте бір патша бар, оның бір сұлу қызы бар. Неше жылдан бері жаушы бердім, ғашық болдым, қызым маған берсін деп, ол маған қызым бермеді. Егер сол қызды әкеп берсең, мен барлық күнәңді кешіремін. Егер әкелмесең, қарақтығыңды әр мемлекетке жазу жазып таратамын. Һәм қарақтығыңды әрбір кісі біліп мазақ қылады. Егер осы істі орнына келтірсең, алтын жалды атты, алтын жүгенді өз ықтиярыммен саған беремін. Егер сіз бастан жақсылықпен сұрасаң, жақсы деп бір ауыз сөз айтпай беруші едім дейді. Патша ұлы көп ойланып тұрады да, содан соң уәде беріп, қызды білмек болып, жылай-жылай сұр қасқырдың жанына келеді. Бастан аяқ қасқырға жай күйін айтады. Қасқыр айтады: неге айтқан сөзді тыңдамадың? Неге тидің алтын жүгенге дейді. Жігіт айтады: айып менде, Құдай солай мені бастады дейді. Қасқыр айтады: жарайды, болар болды енді. Жүр, менің үстімемін, қайда болса да сүйенді алып барамын. Қасқыр жүдә қатты шапқан, сөйлеуге халі жоқ. Біраз уақыт өткен соң әлгі қыз атасының еліне барып жетеді. Шаһары алтын дуалмен айналдырылған, ішінде бақша. Сұр қасқыр жігітке: түс үстімнен, һәм Аллаға тапсырып бар. Біз келген жолмен қайтып, жол үстінде емен ағаш түбінде мені күтіп тұр дейді. Патша ұлы қасқыр айтқандай барып, емен түбінде күтіп тұрады. Сұр қасқыр алтын дуалдың жанына барып бұғып тұрады. Патша қызы бақшаға шыққан. Күн батқан соң өзінің бірге жүретін қыздарымен патша қызы жүре-жүре сұр қасқырға жақындайды. Сол арада сұр қасқыр дуал үстінен секіріп түсіп, патша қызын көтеріп алып, желкесіне салып секіріп шықты да шауып кетті. Жүдә қатты шабумен біраз уақыттан соң өзі айтқан жасыл емен түбіне келіп жетті. Патша ұлын да қызбен бірге арқасына мінгізіп алады. Олар кете берсін, енді біз патша қызы жүрген бақшаға келейік. Қасқыр патша қызын алып шығып кеткен соң, жанында бірге жүрген қыздар патшаға кіріп айтады. Патша бұл сөзді естіген соң жүйрік атпен қасқырдың артынан қуарға шықты. Бірақ қасқыр артынан жете алмайды. Енді сұр қасқыр үстіндегі патша қызы мен патша ұлына келейік. Мұнда қызға жігіт ғашық болады, қыз жігітке ғашық болады. Қызды олар алып кел деген патшаға жақындайды. Жігіт қайғыра бастайды, һәм қызды патшаға бергісі келмей, жігіттің көзінен жастары домалап түсе бастайды. Жігіттің мұндай болғанын сұр қасқыр көріп, жігітке: неге қайғырасың дейді. Жігіт сұр қасқырға: әй жан досым сұр қасқыр, неге жыламайын? Мен не қылам? Тәнім, жаным, қаныммен бұл патша қызына ғашық болдым. Онан бір сәтке айырылып тұруға халім жоқ. Патшаға айтсам, қызды бермейді. Басқадай халім жоқ. Егер алтын жалды ат үшін бермесем, менің уәдесіз атым бар жаққа тарайды. Осы істер мені үшін жүдә қайғырам, қасқыр досым, деп жауап береді. Сұр қасқыр: ей жігіт, мен саған көп қызмет еттім, және ондай болса да тағы да бір қызмет көрсетейін. Мен қазір сол қыз болайын. Мені патша жанына алып барып, һәм алтын жалды атты ал да алысқа кет. Мен біраз уақыт өткен соң патшадан далаға шығып жүруге сұрармын. Ол мені өзінің бағушы қыздарымен жіберер. Сол уақытта мен сенің жаныңда боламын дейді. Осы сөздерді сұр қасқыр айтады да, көзді ашып жұмғанша патша қызы болады. Тіпті айырарлықтай болмайды. Жігіт әуелі қызға пәлен жерге барып тұр деп, қыз болған қасқырды жетектеп патша жанына кіреді. Патша көрген соң жан тәнімен қуанғанына не қылуға білмейді. Шаттанып, өтірік қыз болған қасқырды алады да, һәм алтын жалды атты жігітке береді. Жігіт жүдә қуанып, алтын жалды атқа мініп, өзі ғашық болған қыз жанына барып, өз қасына міндіріп бірге кетеді. Патша жанында сұр қасқыр патша қызы болып бір күн тұрады да 3 күн тұрады. 4-ші күні сұр қасқыр патшадан далаға шығып жүруге рұқсат сұрайды. Патша: мен сені жүруге неге шығармайын жаным, сенің үшін жаным құрбан болсын деп, өзінің қызметкер қыздарымен далаға шығуға рұқсат береді. Бір-біріне әбден ғашық болған жігіт пен шын патша қызы бостандыққа шыққан соң аз ғана уақытта сұр қасқырды ұмытады.
Сол арада жігіттің есіне жан досы Сұрқасқыр түседі. Менің жан досым Сұрқасқыр қайда екен дегенде, сол арада олардың көзіне Сұрқасқыр көрінеді. Сұрқасқыр келіп амандасып, хал-ахуал сұрап, жігіт пен қыз Сұрқасқырға мінеді. Алтын жалды атты бұлар өздерімен бірге ертіп кетеді. Алтын жалды атты алып кел деген патшаға жетуге аз қалғанда бұлар бір жерге тоқтайды. Жігіт Сұрқасқырға жылынады. Сұрқасқырым, сен маған көп қызмет қылдың, рахмет, алда разы болсын. Енді тағы бір қызмет қылсаң, мұнан соң қызмет қоспас едім. Бұл алтын жалды атқа жүдә иелендім, тіпті айырылғым келмейді дейді. Сұрқасқыр болады деп жерге аунап, алтын жалды ат болады. Жігіт сұлу қыз бен алтын жалды атын қалдырып, өзі алтын жалды ат болған Сұрқасқырды мініп патшаның жанына кіреді. Патша бұларды көріп қатты қуанып, жүдә шат болады. Қарсы шығып, жігіттің қолынан сүйіп, өзінің салтанатты үйіне алып кіреді. Жігіттің құрметіне үлкен қонағасы береді, жүдә жақсы құрметтейді. Ертеңіне жігіт өзінің еліне қайтатын уақыты болғанын патшаға ескертеді. Патша бұған жарайды деп, алтын құс пен алтын қапасты шаттанып беріп жібереді. Жігіт бұларды алып қаладан шығып кетіп, һәм өзінің сұлу қызының жанына барады. Екеуі алтын жалды атқа мініп, һәм алтын құс пен алтын қапасты алып кетеді. Бір күн өткен соң баяғы патша өзінің жалған алтын жалды атын ерттеп, аңға шықпақшы болып қызметшілеріне ертетеді. Патша мініп шығып кетті. Патша алтын жалды атты ұра бастаған еді. Ашуланып, алтын жалды ат Сұрқасқырға айналады. Патшаны үстінен жығып түсіреді. Өзі шауып кетті. Сұрқасқыр шауып отырып, шын алтын жалдыға мініп кеткен жігіт пен шын патша қыз артынан жетеді. Сұрқасқырға жігіт мініп, қыз алтын жалды атқа мінеді. Сөйтіп бұлар бара-бара алғашқыда Сұрқасқыр жігіттің атын жеген жерге келіп тоқтайды. Сұрқасқыр, мен саған шын ықыласыммен көп қызмет еттім. Осы орында сенің атыңды жедім, сол орынға жеткіздім. Енді менің үстімнен түс. Мін өзіңнің алтын жалды атыңа, һәм қайда барсаң, онда бар. Хош, сау бол дейді. Патша ұлы Сұрқасқырмен жылап көрісіп айырылысады. Бұлар өз жолдарымен бара-бара жүдә шаршайды. Күн жүдә ыссы болған. Өздерінің шаһарларына аз жер қалғанда бір ағаш түбінде дем алмақ болып жатады. Алтын жалды атты сол ағашқа байлап қойған. Алтын құсты алтын қапаспен өздерінің бас жағына қойып, өздері жұмсақ шөптің үстіне жатқан. Сөйлесе бұлар ұйықтап кетеді. Осы уақытта бұл жігіттің екі ағасы алтын құсты іздеп кеткен жерлерінен бос қайтып келе жатыр екен. Інісі жатқан жерге келіп жеткен ағалары алтын құс пен алтын қапасты көріп қатты қызығады. Өзінің інісін өлтірмекші болып, бір ағасы қанжарын қынабынан шығарып, інісін жарып тастайды. Патша қызын оятып, одан аты жөнін, қай жерден екендігін сұрайды. Патша қызы өзінің ғашық болған жігітінің қанжарымен жарылып қалғанын көріп, жүдә қатты жылайды. Һәм айтады, мен сондай деген патшаның қызымын. Мені әкелген сіздің ініңіз. Оны ұйықтаған уақытта қайсыңыз өлтірдіңіз? Бұл батырлық емес қой. Егер сізден оны ояу уақытында өлтірген болсаңыз, ол уақытта бір сөз болмас еді дейді. Екі ағасы қыздың сөзін керек те қылмайды. Алтын жалды ат, алтын құс қызды бәрін алып шаһарына келеді. Үлкен той қылып, хан қызды үлкен баласына қоспақ болады. Ханға қыз, арызым бар, соны айтқасын қосыңыз дейді. Хан, қандай арыз, айт дейді. Қыз бастан аяқ көргендерін баян қылады. Хан нанарын да нанбасын да білмей, сол арада дереу кіші баласының өлігіне кісі аттандырады. Кісілер барса, басында бір Сұрқасқыр хан баласының жараларын жалап жазып, тірілтіп алып отыр екен. Келгендер жылап көрсетеді, қасқырмен хош айтысады. Біреулері сүйінші сұрап ханға қайта шабады. Шаһарға келген соң әкесімен көрісіп, екі ағасын хан малға құл қылып қояды. Мына баласына хан сүйікті қызын қосып, 30 күн ойын, 40 күн тойын істеп, өз орнына хан қойыпты.